Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін Карима. Бүгін біз натурал көрсеткішті дәреже тақырыбымен танысамыз. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты натурал көрсеткішті дәреженің анықтамасын түсіну, дәреже қасиеттерін меңгеру және есептерді дұрыс қолдануды үйрену. Сонымен қатар логикалық ойлауымызды дамытамыз. Ендеше алдымен натурал көрсеткішті дәреженің анықтамасына назар аударайық. Натурал көрсеткішті дәреже дегеніміз ол бірдей санды бірнеше рет өзіне көбейту. Бұл жердегі А дегеніміз ол дәреженің негізі, ал N дегеніміз натурал көрсеткіш. Яғни А-ның өзіне неше рет көбейтілетінін көрсетеді. Мысалы, 2-ның 4 дәрежесі, бұл жерде 4 дәреже дегеніміз, яғни 2-ні өзіне 4 рет көбейтеміз. Сондағы жауабымыз 32 болады. Енді біз дәреженің қалай жазылатынын және қалай оқылатынын қарастырайық. Мысалы, 2-ның 3-ші дәрежесі, яғни 2-ның кубы, 2-ні біз өзіне 3 рет көбейтетін боламыз. Сонда жауабы 8. Келесі бізде 5-тің 2-ші дәрежесі, бұл бізде 5-ның квадраты болады. 5-ті өзіне 2 рет көбейтеміз, жауабы 25. Келесі бізде x-тің 5-ші дәрежесі, x санын өзіне 5 рет көбейтіледі. Келесі бізде 10-ның 1-ші дәрежесі, бізде қандай да бір кез келген санның 1-ші дәрежесі ол өзіне тең. Мысалы, 5-тің 1-ші дәрежесі ол тең 5-ке. Және келесі ол бізде А-ның 0-ші дәрежесі. Бізде 0-лік дәреже әрқашан 1-ге тең болады. Мысалы, кез келген бір санды алайық. Мысалы, 7-ның 0 дәрежесі болсын, ол бізде 1-ге тең. Ал енді біз дәреже қасиеттерін қарастырайық. Бұл қасиеттер дәрежелермен жұмыс істеуді жеңілдететін өте маңызды ережелер болып табылады. Оларды жақсы меңгерсек, кез келген есепті тез әрі дұрыс шығара аламыз. Бізде бірінші қасиетіміз ол А-ның М дәрежесі көбейтілген А-ның N дәрежесі, нәтижесінде А-ның М қосылған N дәрежесіне тең болады. Себебі егер дәрежелер көбейтілгенде негіздері бірдей болса, олардың көрсеткіштері қосылады. Мысалы, 2-ның 3-ші дәрежесі көбейтілген 2-ның 2-ші дәрежесі, нәтижесінде көрсеткіштері қосылады. 2-ке 3-ті қосамыз, сонда 5. Сонда 2-ның 5-ші дәрежесі болады. Енді келесі қасиетті қарастырамыз. Бұл жерде А-ның М дәрежесі бөлінген А-ның N дәрежесі. Яғни негіздері бірдей болса, бөлінген кезде ол кезде дәрежелері азайтылады. Мысалы, 5-тің 4-ші дәрежесі бөлінген 5-тің 2-ші дәрежесі. Бұл жерде көрсеткіштер 4 пен 2, оларды азайтамыз, сонда 2. Бізде қалады 5-тің 2-ші дәрежесі. Сонда жауабы 25. Енді келесі қасиетке қарайық. Бұл жерде А-ның М дәрежесін тағы да N дәрежеге шығару. Сонда нәтижесінде А-ның М көбейтілген N дәрежесіне тең болады. Мысалы, 3-тің 2 дәрежесі көбейтілген тағы да 3-ші дәрежеге. Сол кезде бізде 2 мен 3 көбейтілетсе, 3-тің 6-ші дәрежесі болады. Сонда жауабы 729. Енді 4-ші қасиетке назар аударайық. Бұл жерде А мен Б-ның көбейтіндісін N дәрежеге шығару. Жауабында А-ның N дәрежесі мен Б-ның N дәрежесінің көбейтіндісіне тең болады. Яғни, дәреже көбейтіндісінің әрбір мүшесіне тарайды. Мысалы, 2 көбейтілген 3-тің 2-ші дәрежесі. Бұл жерде 2. 2-ге де 3-ке де тиесілі. Сондықтан 2-ның 2 дәрежесі 3-тің 2-ші дәрежесі болады. Енді келесі 5-ші қасиетке назар аударайық. Бұл жерде А бөлінген Б бөлшегін N дәрежеге шығару керек. Бұл жерде А-ның N дәрежесін Б-ның N дәрежесіне бөлуге болады. Яғни дәреже бөлшектің алдымына да бөліміне де таралады. Мысалға қарайық, бұл жерде 4 бөлінген 2-ның 3 дәрежесі. Сонда бізде жауабында 4-тің 3-ші дәрежесі бөлінген 2-ның 3-ші дәрежесі болады. Енді келесі 6-ші ережеге қарайық. Бұл жерде А-ның 0 дәрежесі тең 1-ге. Яғни кез келген санның 0-ші дәрежесі ол 1-ге тең. Өткен дәрежелеу кезінде сандар өзара қысқарып, бір ғана бірлік қалады. Ал 1-ші дәрежесі ол өз мәні. Мысалы, 9-ның 1 дәрежесі ол өзіне тең болады. Мысалда да тұр, 9-ның 1 дәрежесі ол тең 1-ге. Ал енді 1-ге есептер шығарып көрейік. 3-тің 2-ші дәрежесі көбейтілген 3-тің 4-ші дәрежесі. Бұл жерде бізде бірден негізді дәрежелер көбейтілсе, көрсеткіштер қосылады. Сондықтан 3-тің 2 қосылған 4-ші дәрежесі тең 3-тің 6-ші дәрежесі. Ол бізде тең болады 729-ға. Яғни бұл жерде біз 3-ті өзіне 6 рет көбейтеміз. Енді келесі есепті қарастырайық.
Бұл жерде бізде 8-дің 5-ші дәрежесі бөлінген 8-дің 2-ші дәрежесі. Егер негіздері бірдей дәрежелер бөлінсе, көрсеткіштер азаяды. Сонда 8-дің 5 дәрежесі азайтылған 2, сонда бізде жауабында 8-дің 3 дәрежесі қалады. Бізде 8-дің 3 дәрежесі, 8-ді өзіне 3 рет көбейтсек, жауабы 512. Енді келесі бізде 2-ның 3-ші дәрежесін тағы да 2-ші дәрежеге шығару керек. Бұл жерде біз дәрежені дәрежеге шығарғанда көрсеткіштер көбейеді, сондықтан 2-ның 3-ші дәрежесі көбейтілген 2-ші дәрежеге, сонда 2-ның 6 дәрежесі болады. Бізде 2-ның 6-шы дәрежесі 64-ге тең. Енді келесі есеп бізде 4 көбейтілген 5-дің 2-ші дәрежесі. Бұл жерде біз көбейтіндіні дәрежелегенде дәреже әрбір көбейткішке бірдей тарайды. Сонда 4-дің 2 дәрежесі көбейтілген 5-дің 2 дәрежесі. Сонда жауабымыз 16 көбейтілген 25. Қазір жауабымыз 400 шығады екен. Келесі есепті шығарайық. 5-ші есеп 6 бөлінген 2-ның 3-ші дәрежесі. Біз бөлшекті дәрежелегенде дәреже алым мен бөлімге бірдей әсер етеді. Сонда бізде 6-ның 3-ші дәрежесі бөлінген 2-ның 3-ші дәрежесі. Нәтижесінде 6-ның 3-ші дәрежесі бізде 6-ның кубы 216-ға тең, 2-ның кубы 8-ге тең. Жауабы бізде 27 болады. Келесі есепке қарайық. Бұл жерде 7-ның 0-ші дәрежесі қосылған 9-ның 1 дәрежесі. Кез келген санның 0 дәрежесі ол 1-ге тең, значит бұл жерде 1 қосылған. Кез келген санның 1 дәрежесі ол өзіне тең болады, сондықтан 9. Жауабымыз 10 болады. Ал енді бүгінгі өткен тақырыбымыз бойынша өз білімімізді бекітіп көрейік. Біз бүгін натурал көрсеткіші дәреже туралы түсінік алдық, оның жазылуы мен оқылуын үйрендік және дәреже қасиеттерін түрлі мысалдар арқылы қарастырдық. Енді сол білімімізді іс жүзінде қолданайық. Осы есептер дәптерлеріңе жазып, өз беттеріңше шығарып көріңдер. Әр есепті орындағанда бүгін өткен ережелерді, мысалы бірдей негізді дәрежелерді көбейткенде көрсеткіштерін қосылатын, ал бөлгенде азаятын, ал дәрежені дәрежеге шығарғанда көбейтілетін ұмытпаңдар. Көбейтінді немесе бөлшек түрінде болса, дәреже әрбір бөлікке бірдей әсер ететінін есте сақтаңдар. Есеп шығару кезінде асықпаңдар, әр амалдың не үшін жасалып жатқанын түсініп орындаңдар. Маңыздысы жай дұрыс жауап емес, сол нәтижеге қалай жеткендеріңді түсіну. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Біз бүгін натурал көрсеткішті дәреже ұғымын толық түсіндік, оның негізгі қасиеттерін, қолданылуын және есептерде қалай пайдалануға болатынын үйрендік. Бұл тақырып алдағы сабақтарға бізге көп көмектеседі, өйткені барлық күрделі теңдеулер мен өрнектер осы ережелерге сүйенеді. Математикада ең бастысы ол түсіну және ойлау, тек жаттап алу емес. Неге дәл солай екенін ұғыну өте маңызды. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Келесі кездесуде осы білімімізді ары қарай дамытамыз. Барлықтарыңа сәттілік, шабыт және жақсы көңіл күй тілеймін. Осымен кездескенше.